1949 жыл 29 тамыз таңғы уақыт. Қазақстанның шығысында орналасқан тыныш дала. Бірақ дәл осы күні адамзат тарихындағы ең қауіпті тәжірибелердің бірі басталды. Сол күні Кеңес одағы өзінің алғашқы ядролық бомбасын сынады. Бұл операцияның құпия атауы РДС-1. Жарылыстың қуаты шамамен 22 килотонна болды. Салыстырып көрейік. 1945 жылы Жапонияның Хиросима қаласына тасталған атом бомбасының қуаты шамамен 15 килотонна еді. Яғни, Семей даласына жарылған алғашқы бомба Хиросимадан да күштірек болды. Бірақ ең қорқыныштысы, бұл тек бастамасы ғана еді. Бұл сынақта жай ғана ғылыми эксперимент емес еді. Олар мемлекет деңгейінде қабылданған шешімдердің нәтижесі болды. 1947 жылы КСР министрлер кеңесінің арнайы қаулысымен Қазақстан аумағында ядролық сынақ полигонын құру туралы құпия жарлық қабылданды. Неге дәл Қазақстан? Жауап ауыр. Бұл аймақ халық сирек орналасқан деп есептелді. Яғни қауіпсіз емес, бірақ ыңғайлы. 1949 жылдан 1989 жылға дейін дәл осы жерде 456 ядролық жарылыс жасалды. Оның ішінде 116-сы жарылыс ашық ауада. Қалғандары жер астында. Кейбір жарылыстардың қуаты ондаған, тіпті жүздеген килотоннаға жетті. Ойланып көріңіз, бұл Хиросимаға тең ондаған апат, бірақ бір ғана аймақта қайта жасалған. Ал адамдаршы, ең жақын ауылдар полигоннан небәрі 100-150 шақырым жерде орналасқан. Адамдарға ешқандай толық ақпарат берілмеді. Эвакуация жасалмады. Көп жағдайда адамдар жарылысты өз көздерімен көрді. Аспанда алып от шар. Бірнеше секундтан кейін соққы толқыны. Терезелер сынап жер дірілдеді. Бірақ ең қауіптісі көрінбейтін еді. Бұл радиация. Бірақ тағы бір жұмбақ бар. Кейбір адамдар радиациясы жоғары аймақта өмір сүрсе де, ұзақ өмір сүрген. Ғалымдар бұл құбылысты әлі толық түсіндіре алмайды. Бұл бейімделу ме? Әлде біз білмейтін биологиялық өзгерістер бар ма? Және ең ауыр сұрақ. Неліктен адамдарға шындық айтылмады? Жауап қарапайым. Бұл әскери құпия болды. Сынақтардың мақсаты қаруды жетілдіру. Ал адам өмірі екінші орында қалды. 1989 жыл. 40 жылға жуық уақыттан кейін үнсіздік бұзылды. Қазақстанда Невада Семей антиядролық қозғалысы құрылды. Бұл қозғалыс маңызды адамдарды біріктірді. Сол жылы Семей полигоны жабылды. Бірақ жарылыс тоқтағанымен олардың салдары әлі тоқтаған жоқ. Бұл жер жай ғана полигон емес. Бұл адамзаттың қателігінің символы. Жердің өзі радиацияны есте сақтап қалғандай. Ал адамдардың тағдыры сол тарихтың тірі дәлелі. Семей полигоны бізге не үйретті? Технология дамуы мүмкін, бірақ адамгершілік одан да маңызды. Семей полигоны бізге не үйретті? Технология дамуы мүмкін, бірақ адамгершілік одан да маңызды. Достар, ғаламторда қазақ тілін бірге дамытуға өз үлестеріңізді қосыңыздар. Ол үшін қазақ тілді арнама жазылып, пікір қалдырып, лайк басыңыздар.